Бәріне сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ең жиі қойылатын сұрақтың жауабын алатын боламыз. Ол сұрақ не десеңіздер, шаштың түсуі және оны қалай тез өсіреміз деген сұрақ. Өздеріңіз білесіздер, шаштың түсуінің бірнеше түрлері және жолдары бар. Ол тұқым қуалаушылық, аллопеция және табиғи жолмен түсетін ол емізулі аналардың, олардың қалпына келуі жолдары өте баян түрде жүретін болады. Ал ең жиі кездесетін ол стресстен, гормональный сбой, медикаменттердің жақпауы, яғни дәрілердің организм көтере алмай, сол салдардан түсуі мүмкін. Және организмде витаминдер жойылған кезде, сол кезде шаш түсуге алып келеді. Ұйқы қанбау, тез ашулану, көңіліңізге алып қалу, сол жағдайларда да шаштың көбінесе әйел азаматтарында жиі түсуге алып келетін болады. Бірінші, шашты емдемес бұрын шашыңыз қандай жағдайда түсіп жатқанын біліп алу қажет. Оның түрлері өте көп. Мысалға, аллопецияның оның қалай болатынын білу үшін шашыңыздың арасын ашқан кезде ойылып тақырлап түсетін болса, ол аллопеция дегенді білдіреді. Аллопецияны өзіңіз емдеместен бұрын бірінші трихолог, яғни шаш маманына тексерту керек. Ол сізге бірінші жазып берген анализдарды тапсырып, организміңізде қай витаминдердің жойылуын ол кісі сізге анықтап, сізге назначение жазып береді. Содан кейін ғана емдеп, қалпына келтіруге болады. Және де қосымша косметологқа барып, мезотерапия, яғни шашқа арналған уколды алып қалпына келтіруге болатын жолдары бар. Ол аллопецияға арналған. Одан бөлек үй жағдайында да маскаларды жасап, кішкене көмектесуге болады. Сол үй жағдайындағы маскалар сіз пайдаланған уколдармен және де витаминдермен ғана қалпына келеді. Құр маска аллопеция жағдайында өте жақсы результат тез уақытта бере алады деп айта алмаймын. Сол себепті міндетті түрде терапевттің, трихологтың берген назначениясынан бөлек масканы жасасаңыз ғана сол результатқа тезірек жететін боласыз. Аллопециядан бөлек тағы да шаштың түсуінің бір жолы ол емізулі аналарда. Емізулі аналардың шаштың түсуін тоқтату кішкене қиынырақ болады. Балаңызды омыраудан шығарғаннан кейін ғана жарты жылдан кейін баяулап өзі қалпына келетін болады. Сіз жай ғана үй жағдайында маска жасап және витаминмен толықтыра аласыз. Ол өзі табиғи жолмен қалпына келетін болады. Ал шаштың түсуінің үшінші жолы ол өте жиі кездесетін стресстен, гормональный сбой, дәрінің жақпауы, ұйқы қанбаудан, тағы жолдардан шаштарыңыз тез түсетін болады. Оны үй жағдайындағы маскамен емдеп, қалпына келтіріп, тез өсіруге болады және жақсы көмектеседі. Мысалы ретінде бүгін біз маскаға өзіміздің қарапайым күнделікті пайдаланатын ас үйдегі пияздан жасап қалпына келтірсек болады. Бүгін сізге пияздан жасалынатын тез өсіріп, тез қалпына келтіретін маскамен бөлісемін. Пияздың шашқа қандай пайдасы бар берер деп сұрайтын болсаңыздар, пияздың бойында антиоксиданттар, минералдар, витаминдер, сера өте көп. Пияздың суы шаштың жылтырауына, яғни шаштың фолликуласына өте жақсы сіңіп, жылтырауына жақсы септігі тиеді. Бұрынғы заманда біле берсеңіздер, баяғыда адамдардың шаштары өте жақсы жылтырап, ұзын болып өсетін болған. Оның себебі олар пиязбен шашты жуып, маска жасаған. Оның қалай жасау жолы оңай және тез екенін мен сізге видеода әрмен қарай көрсететін боламын. Ал сіз менің келесі видеомен пайдалы ақпаратымды жоғалтып алмау үшін менің каналыма подписка жасап және лайк қойып кетіңіз. Ал енді маскаға кірісейік. Пиязды өткізіп болғанша, көзім қызарып, біраз жылап алдым. Енді жаңағы пияздың суын өткізгіштен өткізіп болғаннан кейін сығып суын алып аламыз. Сол пияздың суын байқап, абайлап, көзімізге тиіп кетпес үшін осындай губкамен шашымызға осылай жағып шығамыз. Яғни, міне осылай проборға бөлеміз. Пияздың суына батырып аламыз да,
осылай шаштың түбіне жағып шығамыз. Өте көп қылып батырмаңыз, суы ағып кетіп, көзіңізге кіріп кетуі мүмкін. Міне көрдіңіз ба, менде де шаш осы жерде аз өседі. Сол жерге жағып шығамыз. Осылай бүкіл басымызға жағып шыққаннан кейін 30 минут ұстау керек. Негізі бұл масканы кімдерге жасауға болмайды? Аллергиясы бар, сезімтал кожаларға, яғни тез қызарып кететін, тез бөртіп кететін кожаға жасауға болмайды. Өйткені біздің пиязымыз ашы. Оны қалай тексеріп аламыз десеңіз, ең бірінші осындай өткізгіштен өткен немізді, пияздың суын шынтағымызға жағып 5-10 минут күтеміз. 5-10 минуттан кейін қышып қызармайтын болса, онда сізге осы масканы жасауға болады. Ал бүкіл шашымызға жағып болды. Шашымыздың түбінің барлығы пияздың суы. Енді осы шашымызды жинап, жарты сағат күтеміз. Жарты сағаттан аптасына 2 рет жасауға болады. Примерно 3 ай аптасына 2 реттен жасап отырсаңыз, жақсы результат пайда болады. Ал енді мен сізге қазір жарты сағаттан кейін жуып результатын көрсететін боламын. Жарты сағат уақытыңызды құр өткізбей, менің каналыма подписка жасап, лайк басып, келесі видеоларымды көріп отыра тұрсаңыздар болады. Басымызды жуып келдік маскадан кейін. Енді су күйінде ұзындығына термозащита себеміз. Термозащита сеуіп болғаннан кейін енді шашымызды фенмен кептіріп результатты көреміз. Міне тарақсыз, ештемесі шашымды кептірдім. Жылтырын, качествосын қараңыздар. Шашыңызды уақытында міндетті түрде күтіп, маска жасап жүрсеңіз, шашыңыз жақсы және табиғи сұлу болып өсетін болады. Келесі видеода кездескенше. Пока!